Илон, жоғары оқу орнын бітіру, белгілі бір білім дәрежесінің иесі болу міндетті ме? Жоқ, Қалай ойлайсыз? міндетті емес. Мүлде міндетті емес. Бакалавр дәрежесі де тіпті мектепті бітіруде міндетті емес. Егер керемет университетті тәмамдаған болсаңыз, ол сіздің белгілі бір дүниелерге қабілетті екеніңізді дәлелдеуі мүмкін әрине. Бірақ ол міндетті немесе ең маңызды фактор емес. Мәселен, Билл Гейтс, Ларри Эллисон немесе Стив Джобс сияқты адамдарға қараңыз. Олар жоғары оқу орнын аяқтамаған, бірақ кезінде оларды жұмысқа алу мүмкіндігіңіз болса. Ондай мүмкіндікті жіберіп алу үлкен қателік болушы еді. Сол себепті сіздің қолыңызда бар болғаны ерекше қабілетіңіздің немесе жетістігіңіздің дәлелі болу керек. Болашақта олардың пайдасы тиеді. Қалай сипаттар едім? Менің ойымша, менде бір нәрсені бағындыруға, жетістікке жетуге деген туа біткен үлкен ұмтылыс бар. Ол менің бала кезімнен келе жатыр. Иә, өте үлкен ұмтылыс, энергия. Кішкентай бала үшін қауіпті болып саналатын дүниелермен айналысып жүре беретінмін. Сонымен қатар, табиғатым шындыққа жақын. Әрқашан сол шындықты анықтауға қол жеткізуге тырысатынмын. Менің ойымша бұл өте маңызды. Белгілі бір проблеманың шешімін табуды мақсат етсеңіз, шындыққа қол жеткізу өте маңызды. Онсыз тек бір тарапқа жағатын немесе тек өзіңді мақтағандай шешімге ғана ақылыңыз жетуі мүмкін. Кез келген нәрсенің жақсы да жаман да жағы болады ғой. Бірақ кейде ойланам. Маған түсінікті, мен үшін сондай анық айқын дүниелерді не себепті басқа адамдар түсінбейді. Бес ұлыңызды қалай оқытасыз? Мен негізі мектеп аштым. Иә, Қандай мектеп? мектеп деуге болады. Кішкентай, қазір онда бар болғаны 4 бала, бірақ қыркүйек айында 20 бала оқиды. Мектеп Ad Astra деп аталады. Тікелей аудармасы жұлдыздарға жол. Басқа мектептерден несімен ерекшеленеді десеңіз, онда балалар сыныптарға бөлініп оқытылмайды. Бірінші, екінші, үшінші сынып деген түсінік жоқ. Барлық балалар бірге мектепке барады және бірге оқиды. Себебі кейбіреуі ағылшын немесе басқа тілдерді, кейбірі математиканы, басқалары музыканы жақсы көреді. Оның үстіне қабілет әртүрлі болады. Сол себепті білім беру балалардың қабілеті мен қызығушылығына негізделеді. Негізгі принцип осы. Келесі принцип проблеманы шешуді үйрету. Яғни, қолына дайын аспапты беріп, дайын жолын көрсету емес, шешімді баланың өзі табуға үйрету. Мысалы, қозғалтқыштардың қалай жұмыс істейтінін түсіндіру үшін дәстүрлі тәсілдерді қолданып, бұрағыш пен сомын кілті туралы айтуыңыз мүмкін. Тіпті олар бойынша арнайы курста қарастырылған шығар. Бірақ бұл жеңіл әдіс деп ойламаймын. Оның орнына қозғалтқышты алдымызға алып, оны шашып жинап көрейік деуге болады. Ал оны қалай шашып жинаймыз? О, бұрағыш керек пе? Міне, бұрағыш мынаны бұрауға керек, ал сомын кілті мынаған керек дегендей. Бұл маңызды дүние. Себебі аталған аспаптарды немесе құралдарды нақты қандай жағдайда пайдалану керектігін балалар білетін болады. Сол себепті де сіздің балаларыңыз сол мектепте оқиды ғой. Иә. Сонда қашанға дейін? Білмеймін, есейгенге дейін шығар. Мектеп оларға ұнайды. Ұнай ма? Иә. Сондықтан да оларды дәстүрлі мектептерден алшақ ұстағыңыз келе ме? Жоқ, олай емес. Мен дәстүрлі мектептермен жақсы танысты емеспін. Олар менің ойымша жүзеге асырылу керек нәрселерді істемейтін сияқты. Жаңа мен айтып кеткен екі принцип мысалы бар болған сол себепті жарайды, ендеше біз не істей аламыз деп ойланып, мектеп ашуды ұйғардым. Сол балаларым оқыған мектепте сабақ берген мұғалімдерді жұмысқа шақырдым. Бұл шешімімнің дұрыс болғанымен сіз де келіскенсіз. Ол мұғалімдер сізді инновациялық ойлау қабілетімен таңғалдыра алды ма? Иә, қазірдің өзінде болжамдар өте жақсы. Балалар мектепке барғанды ұнатады. Оның өзі көп нәрсені көрсетеді деп ойлаймын. Өйткені мен бала кезімде мектепке барғанда мүлде ұнатпайтынмын. Мектеп мен үшін жазалаумен тең болатын, сол себепті олардың мектепке тезірек барғысы келіп тұрғаны өте жақсы белгі болса керек. Иә, мен де соны айтам. Илон Маск, Стив Джобс, Билл Гейтс және Ларри Эллисонды не біріктіреді? Біріншіден, олар әртүрлі тұлғалар деуші едім. Гейтс, Джобс, Эллисон. Иә, үшеуі де технолог, бірақ қабілеттері әртүрлі. Джобс әрине эстетикаға қатты мән беретін. Ол өзіне не керек екенін білмей жүрген адамдарға
не ұсыну керек екенін олардан жақсырақ білгендей. Сонымен бірге ол қоғамда қалыптасқан ереже, қағидаларға қайшы келуден қорықпайтын. Ал Гейтс таза инжиниринг пен технологияда Джобстан мықтырақ, бірақ эстетика саласында әлсіздеу болды. Айтқым келіп отырғаны, бұл адамдардың барлығы өте талантты, еңбекқор және компанияны басқаруға қабілетті, басқа талантты адамдарды өз соңдарынан ерте алды. Ақылды, жан-жақты адамдарды өзіңе тартып, оларды жігерлендіре алу қабілеті компания өмірінде өте үлкен, ең маңызды рөл атқарады десем де болады. Себебі компания бір өнімді шығаруға немесе белгілі бір қызмет түрін көрсетуге маманданған адамдар тобы ғана. Компанияның мақсаты сол, кейде сол шындықты ұмытып кетіп жатамыз. Дегенмен білікті адамдарды компанияға тартып, олармен тиімді жұмыс істеуге қабілетті болсаңыз, сол өнімді немесе қызметті мінсіз етудің жолында бірігіп жұмыс істеп, соңында сол өнімге немесе қызметке қол жеткізесіз. Мінсіз өнім шығарсаң, оны сатып алады. Сәйкесінше, сен де жетістікке жетесің. Бұл жерде айтарлықтай құпия жоқ. Барлығы қарапайым. Қарапайым. Мен мүлде немесе еш нәрседен қорықпаймын деп айта алмаймын. Менің ойымша, мен қорқыныш сезімін батылдықпен қарсы алатын сияқтымын. Менің жасап жатқан жұмысым айтарлықтай маңызды екенін түсінсем, қорқынышты жеңуіме тура келетінін түсінем. Сол себепті мүлде қорықпаймын деуге келмейді. Сіз араласпайтын, бас сұқпайтын сала бар ма? Әңгіме нақты не туралы болып отырғанына байланысты. Мәселе шаруа тым маңызды болса, немесе ол жерде маған артылған үміт үлкен болса, әрине, қорқынышымды бұлай қойып жұмысты істеуге тура келеді. Басқаша айтқанда, қорқынышты елемей жұмысты жалғастырам. Себебі жеке өз басымды қорқыныш сезімі жиі жаулап алады. Соған жол беретініме де ашуым келеді. Осындай интроспективті сұрақтар қызық жалпы. Маған мұндай сұрақтар жиі қойыла бермейді. Осындай сәттерде қалай дұрыс жауап берсем болады деп ойланып кетем, бірақ мұндай жағдайларда өзіңе баға беру қиын дейді. Сіз құрған компаниялардың қайсысы жабылуға жақын болды? Менің ойымша, SpaceX-тің жетістікке жету ықтималдығы өте төмен болды. Бірақ басында SpaceX-те Теслада ұзақ өмір сүрмейді деп ойладым. Расында ма? Әрине. Дегенмен барлық қаражатыңызды сол кәсіпке салдыңыз. Ол қаражаттан айырыламын деп ойладым. Бұлайша техникалық тұрғыдан қарасақ жарайды. PayPal-дан қаражатымның жартысын алам. Оның жартысын осы кәсіпке салып жоғалтсам, ештеңе бола қоймас деген ой болды. Уақыт өте келе әрине компания кейбір қиындықтарды бастан кешірді. Сол себепті компанияны құрдымға тастау немесе қолымдағы бар қаражатты соған салу деген екі таңдау тұрды. Компанияларды мен құрдымға тастағым келген жоқ. Сол себепті барлық ақшамды сонда салдым. Ал күнделікті өмір сүруіме керек қаражатты достарымнан қарызға алдым. Ең үздік идеяңыз қайсысы? Үздік идеяң дейсіз бе? Үздік идеяңыз. Бұл қиын сұрақ екен. Солтүстік Америкаға қоныс аудару менің ең үздік шешімім шығар. Қазір айтып отырғанымның ешқайсына осында келмей қол жеткізе алмас едім деп ойлаймын. Әлемнің басқа нүктесінде де компания құру өте қиын. Мысалы, силикон алқабы стартаптар үшін өте қолайлы климат қалыптастырған. Яғни, оңтүстік Африкада оқыған кітаптарымның барлығында дерлік алдыңғы қатарлы технологиялардың осы силикон алқабында болып көрінетіні заңды. Сол себепті осы бір аңыз жерге менің де көшкім келді. Жақсы. Ал жасағаныңызға немесе жасамағаныңызға өкінетін дүниелеріңіз бар ма? Ондайлар көп қой әрине. Өмір қысқа, белгілі бір адамның жасауы міндетті емес, бірақ істелеу керек көптеген нәрселердің бар екенін білесің. Бұл да бір интроспективті сұрақ болды. Жалпы
Қазіргі жағдайымда мен өзімді бақытты адаммын деп санаймын. Шындығын айтсам, олай санамаудың өзі қиын. Барлығы өз орнында болса, неге бақытты болмасқа? Кішігірім болжам жасай отырып, адамзат жер шары шеңберінен тыс аймақтарды да ойлап, Марсқа адамдар жіберсек және электромобильдер мен жаңартылатын энергияның кеңінен таралғанын көру керемет болатын еді. Иә, менің ойымша ең күшті жаңалық осы болар еді.